Бүгін бізде ерекше формат. Бүгін бізде міне челлендж болып жатыр, чемпионат болып жатыр, былайша айтқанда трейдинг бойынша. Осы чемпионатта бірінші орында тұрған Нұрмат мырза келіп тұр. Қазір сол Нұрмат мырза бүгін қонақта, сол кісімен танысатын боламыз. Клиникада істеймін, частный клиникада. Фельдшер болып істеймін, жұмыс істеп уақытта. Негізі любой адам трейдингке келген кезде по-любому мықты трейдердің өткен жолын өту керек екен. Арбитраж қудық, қарызға баттық, әбден. Мен машинам саттым, не істедім. Сол үшін аздан жасасаңыздар, ол жақсылап тұрып нәтиже көрсетуге болады. Бұл жерде ақша бар, бұл жерде ақша шексіз. Бірақ соған жаңа сайттағы шыдай білу керек қой. Күнде анализдің бір 10 анализ жіберсе, соның жоқ дегенде 7-і 100% орындайды ғой. Нұрмат мырзаға рахмет, осындай подкастта өзінің анализдерімен бөліскеніне. Ассалаумағалейкум, біздің YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Бүгін бізде ерекше формат. Бүгін бізде міне челлендж болып жатыр, чемпионат болып жатыр, былайша айтқанда трейдинг бойынша. Соның қорытындысын қазір бірге білетін боламыз. Енді бізде осы реалитиді ұйымдастырушы бізде Арун мырза ғой. Арун мырза қазір өзіңіз ары қарай жалғастырсаңыз. Сондай-ақ бізде міне осы чемпионатта бірінші орында тұрған Нұрмат мырза келіп тұр. Қазір сол Нұрмат мырза бүгін қонақта, сол кісімен танысатын боламыз. Давайте Ареке енді ары қарай жалғастырып жіберсеңіз. Бізде жарыстың екінші аптасы аяғына келді. Енді алғашқы бізде бірінші орында тұрған Нұрмат мырза бізде 100 мыңдық проп шотпен $9,000 жасаған болатын. Риск менеджмент сақталған. Нұрмат мырзаны осы офисқа шақыртып, әрі қарай осы шағын подкаст жасап, соңында жаңағындай лайв форматта студенттарымызбен конференция өткіземіз. Сондай план бар. Енді кеттік, әрі қарай жалғастырайық. Так, Нұрмат, челленджге қатысу мақсатым бағымды сынап көргім келеді деп жазып қойыпсың, және опыт алмасым келеді дейді. Мында сіздің 6-шы потокта оқығансың бізде. Менторың Нұрлыбек мырза болған. Жасың 26-та. Содан кейін мен естуім бойынша осы Бақытжан деген жігіт тағара. Бір потокта оқыдыңыздар, Чимкент қаласынан дейді. Тәжірибе жинау үшін келгем дейді челленджға. Одан кейін команда болып бірге жасаусыз? Бірге істеп жатыр қазір. Қандай стратегиялармен істеп жатқандарыңызды енді алда көреміз. Тағы да кім танисың мына жақтардан? Басқада да Нұрбол деген жігіт танимын еді. О, Макс. Осы кісі бізде осы офисқа тұр ғой. Нұрболдың білім тәжірибемін арттырғым келеді. Білім тәжірибемді арттырғым келеді дейді. Болды 6-шы потокта сізбен бірге оқыған ба? Бірге бітіргенбіз бәріміз. Молодцы. 6-шы поток қашан бітірген? Августта бітірдік қой. Бұлардың комьюнитилары жақсы. 6-шы поток студенттарының группасында бізде бармыз. Бір-біріне поддержка беріп, алға деп, Нұрмат мырза алға деп, енді жазып жатқан сообщенияларында оқыдым. Қалай былай жалпы көмектесе ма поддержка? Поддержка жақсы көмектеседі. Мотивация ғой, алдыға деген, бірінші орын алу деген. Мен пока что жақсы келе жатыр. Топ 3-ті бермей тұрық қой, пока что. Болды. Онда подкастымызды жалғастырайық. Енді біздің келесі локациямызға жылжайық. $25 $25,000 қой. 25 $100 тұрады ол. 50 мың теңге болады шығар. Асықпай өту керек. Бір өтіп стап не істеп алсаңыз, бізде Нұрлыбек бәлен бері шығарды, 12 рет шығарды. Проптан уже регулярно, бір проппен ғана. Сұмдық әңгіме қызу жүріп жатыр. Нұрмат мырзаның бізде жасы қаншада? 26-та. Клиникада істеймін, частный клиникада. Фельдшер болып істеймін, жұмыс істеп уақытта. Фельдшер. Қалған бос уақытында неде трейдинг істеймін үйде. Қанша уақыт примерно? Трейдингті қалай қолым болса солай қарап отыра беремін ғой. Анализді зерттей беремін. Енді осы көп те болған жоқ, мен өзім жақсы қарап жүргенмеш. Өтірік айтпасам, 2 апта 3 апта болды ғой, анализдерім кішкене орындалып кететін болды. Өйткені көп ұмтылып қарау керек те, бір жалғыз жерде тұрып қалмау керек қой. Қарау керек, көп зерттеу керек. Әр адам өзіне байланысты сияқты негізі трейдинг. Нәтижелер қалай жалпы? Нәтиже жақсы қазір. Енді лотты көтеру керек болып тұр. Жақсы қозғалыстарға қанағат тұтпай жүрсің, лот аз болғаннан кейін ба. Сіздің жұмысыңыз негізі не, сменный? Сменный, сутка через 2 ғой, қалған 2 күнде трейдинг істеймін. Негізі жақсы екен, не? Сіз қайда Астана тұрасыз ғой? Астанаға көшіп келдім, осы 25-те көшіп келдім ғой. Негізі қай жақтан сіз өзіңіз? Негізі 24-те көшіп келдім. Бұл Тараздан жуалы. Моңғолстан ауылының өзінде. Бізде класс ментор Тараздан ғой. Тараз қаласынан қойдық қана түсіп де. Тараз қаласынан. Негізі Нұрмат мырза біз туралы қайдан естідіңіз? Айтрейд туралы. Қай жылдардан бастап? Сіз бізде 6-шы потокта оқыдыңыз. Ол қай жылдары болды? 2025-те болды. Мен өзім ол кез ең бірінші неден көрдім? Инстаграмнан көрдім, рекламадан шықтым. Жаңағы
сіздің нелеріңізді көрдім, жаңағы видеоларыңызды көрдім, жаңа елдің подкасттың нелерін көрдім, жаңағы отзывтарын көрдім. Алдында 1-2 рет курс алдым да, тренинг өгізі курс алғанда не істеді, толық үйреткен жоқ та, тек биржа туралы үйретті, осынан осындай ешқандай тәуелді емес, бұлар биржа, әлемдік биржа деп жаңағы Binance-тар нелер таныстырды да, былай қалай ақша табу керек, қалай ақша салу керек, оны үйреткен жоқ. Одан кейін арбитраж қудық, арбитраж ол кезде сол 2023-терде бір арбитраж хит болды ғой өзі. Сондай соны істедік, онымен Грузияға барып келді, Тоспанмен Египетке барып келді, арбитражды қуып. Одан дым шықпады. Не үшін ол жаққа именно шетелге барды? Типа сол валютаны алмастырып, сол жақтан сондай бір схема таптық та, сол схема болмады. Сөйтіп қарызға баттық әбден. Сонымен машинамды саттым, не істедім. Сөйтіп кейін сіздің неңізді көрдім. Мен соңғы осы бір нем болсын. Онлайн болған, онлайн ешқашан оқу білім болмайды ғой дедім де. Офлайн жұмыста ар жақта ауылдағы не болып қалды, сокращение болып жатты да. Бір мұң болып тұрған, жол түсіп тұрған сияқты сол. Таразға, не Астанаға барайық, көшейік деп жаңа. Келіншегім екеуміз ең бірінші 20-ге ішіп келдік. 25. Сізде как раз 25 жыл август уақытысында алдым ғой сізден. Жаз уақытысында келіп, оқып, одан кейін бір 2-3 ай өзім. Все равно этаптан өту керек екен адам, любой адам этаптан өтеді екен. Басында бір трейдер, мықты трейдердің есін көргем. Зум сабағы болды да, бір 1000 адамның зум адам отырды. Сол психология туралы. Трейдинг жаңағы айтады ғой жаңағы. Мысалға елдер жаңағы $1000 көтеріп жатады, $2000 көтеріп жатады, мысалға ше. Біз нақты таппаймыз деген ой болады ғой негізі. Негізі любой адам трейдингке келгенде по-любому мықты трейдердің өткен жолын өту керек екен. Все равно құлайсың, қарызға батасың, жаңағы стресске түсесің, ұйқысыздан қаласың. Көп нәрседен өту керек дейді жаңағы трейдер, жаңағы неш? Трейдер мырза. Сонымен үшін трейдингке келген кезде бірінші алдымен не істеу керек екен. Сондай сынақтарға түспейтін болсаң керек жоқ дейді, ол кітаптың бетін жаба сал дейді. Басқа мамандық таңда дейді. Трейдингте маған не бар, ақша бар дейді, бірақ оған талпыныс керек дейді. Еңбек керек, көп еңбектену керек. Біреуден сабақ алып, не істеп, мықты болып кетемін деген ой болмау керек дейді. Негізі мына челленджда бар ғой. Қалай не көмектесті осы именно лот санын үлкейтпеу, именно қай жағынан қанағатпен позицияны жабу, бағана бір әңгімеңізде айтып қалдыңыз ғой, кейбір кезде позицияны жаңағындай take profit қоюдан қиналамын, жаңағындай ұзағырақ ұстағым келеді деген сияқты моменттар. Содан кейін бір айтқан болатынбыз, біз позицияны жаңағындай бөлшектеуіміз керек деген сияқты. Сол жағына осы челленджда қалай соны барлығынан құтылдыңыз жаңағындай? Позицияны ертерек жабудан, фиксировать ету. Не істеу, қанағат, все равно қанағат қарын тойдырады дейді ғой. Бар кезде жауып қалу керек та. Ол ринг болғаннан кейін ойда жоқта көтеріліп кете салады, ой жоқ түсіп кете салады. Берген кезде жауып алу керек қой. Биржа болғасын көріңіз ба, солай ғой енді. Машинада түсірген ерекше бір формат екен, бір спокойно. Мысалы, көп адам осылай телефон арқылы метатрейдер деді ғой. Осы жерде не істейтін график қазір 756 болып тұр. Мен осы аптада, мен жаңа дос балымды көрдіңіз. Офисте жасаймын деп еріп келгенмін ғой. Сізбен бірге шығып жатырмыз. Қарайтын болсаңыз, панде күні кішігірім трейд жасадым, мен вторник күні жақсы жасадым, и среда күні жасадым. Мен кеше без убытокпен кеттім, сонда қарап тұрсаңыз почти 2 күн ғой, 2 күн трейд жасадым, и 2 күндегі міне нәтиже жасаңыздар. 383 вложение болған, $1800 суммат етіп алған, үстінен $1229 плюс табылады. Негізі мынаның үстінде плюс болып тұрған, мен кішкене кеше алдым, кішкене кетіріп алдым да. Реально жасауға болады. Қарап тұрсаңыз, бұл енді бірге бір шығарып тұрмыз ғой, получается. Мысалы, где-то бұл қанша болады? 600 мыңның плюс-минус соның айналасында почти 600 мың болып тұр ғой. Не істейді адамдар, қанағат жоқ, алады, үлкен лотпен кіргетеді, және сіз айтпақшы.
тезек көтерем, любой жерден кетіп бара жатады, машинада кетіп бара жатады, және сіз айтпақшы ұйқы үстіндер қай кезде пайда болады? Диванда жатады, где все оңай ақша екен деп жоқ бұл өз жол болады да, бұған жету үшін де шыдау керек. Жаңағы расында негізі психологиялық сабақтарда айтамыз ғой. Қаншама стресс бұл жерде кәдімгідей. Өзі ана жерде саусаққа ие болу керексіз ғой, үлкен лотпен кірмей. Үлкен лот дегеніміз не? Ол үлкен штукпен аласың да тез кішкентай қозғалыстарына стап $100 $200 тапқысы келеді де бәрі. Ешкім отыруға желание жоқ таңертең кешке. Вот сол үшін не істейді? Сондай қателіктер осындай нәрселерге алып келеді да. Сол үшін аздан жасасаңыздар, ол жақсылап тұрып нәтиже көрсетуге болады. Бұл жерде ақша бар, бұл жерде ақша шексіз. Бірақ соған жаңа сіз айтпақ шыдай білу керек қой. Қиындап жүрдің бе? Жоқ, нормально. Негізі әр адам өзінің минусына жұмыс істеу керек сияқты. Әр адам өзінің минусын білсе, сол минусымен жұмыс істеу керек сияқты. Мысалға мен алдымда минустарым сол оңай ақша табу сияқты болды да. Мысалы любой жерден кіре салу, жаңағы метатрейдерге қарайсың да, метатрейдермен отырып істей саласың да, негізі өйтіп метатрейдер көрінбейді да, көп нәрсе, свечалар көрінбейді, жаңағы ликвидтер көрінбейді, мысалға. Үлкен экран болған Экран болған компьютердің алдында отырып, асықпай бірінші анализ істеп алып, соны анализді күту керек та, бұқырны сөйтіп барып, сол жерден кіріп, сол жердегі берген позицияңды қанағатпен жауып, жаңағы сөйтіп пайдаға табу керек. Асықпай көтерілу керек сияқты негізі. Мен енді минустардың басында қателіктерімді блокнотта арнадым да өзіме. Блокнот, журнал арнап, жаңағы блокнотыма жазып, не жасаймын мен қателік. Бір убыток жасап аламын, мысалы, слип жаңағы депозит, слип жасап тастаймын ғой жаңағы. Сөйтем де стресс жаңағы уайымдаймын, не істедім жаңағы. Стрессовать етесің, сол ақшаға отанда басқа бірдеңе алға салғам дұрыс еді деген сияқты ой болады. Сөйтем енді ойласам былай, тренингте болашақ бар да негізі. Тренингте содан кейін үмітіңді үзбейсің, қайтып кірісесің. Сөйтесің блокнот арнадым өзіме. Жаңағы не минус жасаймын мен. Қай жерден жасадым, не үшін мынау неге кетті, минусқа кетті. Бәрін зерттейсіз ғой. Бәрін зерттеймін, жаңағы минусымды жазам. Сөйтем де жасамау керек қателіктер деп өзіме бүйтіп не жазып алам. Сөйтем неге блокнотқа. Тренинг бастайтын кезде не істеймін жаңағы. Жұмысқа кірсем ғой, жұмысқа қабылдау керек. Кіргенде не істеймін? Қай жерден анализдер бастаймын, қай жерге дейін істеймін. Жаңағы нені айтсам ғой. Күту керек та позицияны. Жаңағы күтпей мен кейде анализ жасап қой, күтпей мына жерден скальпинг жасап барады ғой деген сияқты ой болады да, құртады, негізі сондай нәрсе құртады. Сондықтан вообще ондай бас ауыртпау керек. Ұзақ қозғалыстар ұстап отырсыз керек. Иә, ұзақ қозғалыстарды ұстау керек. Андай айтады да, бұл азарт кейде неме ана мынау деп жазып жататын адамдар бол, ол кісілерге не айта аласыз? Азарт деген ол негізі әр адамның өзіне байланысты. Мысалға шынымен адамға егер жұмыс ретінде қарасаңыздар пайда бар да, егер не істеп жаңағы оңай ақша табам деген нәрсе ол негізі ондай жоқ негізі. Құр босқа не істеп аласыз, убытке түсесіз. Ол біріншіден басында жақсы табатын шығар, повезло болады да. Екіншіден слип жасайсыз, сол слип жасағаннан кейін өзіңіз ақшаңыз болады оның ішінде. Ол ақшаны қайтарам деп дағы ақша саласыз, одан кейін дағы ақша саласыз, сонымен оның арты азартқа айналады да. Бірінші адамға ең бірінші білім керек та, іздену керек. Адамдар қай жерден кіреді, қалай істейді, өзінің қателіктерін жазу керек, өз-өзімен жұмыс істеу керек негізі адам. Дұрыс айтасыз. Біз қазір Нұрмат мырзамен кешкі ас ішуге бара жатырмыз десек болады, кішігірім. Кофе брейкке бара жатырмыз. Еще біз қазір осы неде группамен бізден бітіріп кеткен студенттермен Zoom арқылы өзіміз білімімізді бөлісіп отырамыз, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Сондай қазір Нұрмат мырза өзінің жаңағы сделкаларына барлығын обзор жасап көрсететін болады, Нұрмат мырза, сіз біздің каналда сигналдармен де бір екі позиция кірдім дедіңіз, Бұлай пайдалы болады ма? Күнде азан. Пайдалы, орындайды негізі. Мысалы күнде анализдің бір 10 анализ жіберсіз, оның жоқ дегенде 7-еуі 100% орындайды ғой. 3-еуі стоп жасаса, мысалға қалған 7-еуі 100% орындалды. Еще мен өзім жаңағы алдын ала анализ істеймін, сол анализмен қарайды. Сіздердің қарап жатқан позицияларыңыз келсе, сол өзіме кішкене вероятность көп болады да, ұстағанымыз кіргенге. Негізі студенттарға да ой сондай ғой, жаңа біз анализ жібереміз, өзіміздің анализімізді жібереміз. И бізде оқып кеткен студенттер өзінің анализімен сай қылып, егер де оларға ұнаса, тағы да бір енді орысшалап айтқан подтверждение дейді ғой, двойное подтверждение позицияға кіріңіз деп. Негізі сіз сол анализдармен несін түсіндіңіз,
логикасын қалай жіберілгенін қалай қолдану керек бірінші басында бітіріп кеткеннен кейін енді позиция сіздер беріп тұрыңыздар ғой сигналдарды, осындай осы жерден кіресіздер, осы жерден. Соны қарайтын мен, зерттейтін осы отырып. Не үшін бұл жерден беріп жатыр, не үшін бұлар шортқа кіріп жатыр, не үшін лонгқа кіріп жатыр деген сияқты зерттейсіз. Содан кейін өзің рингті түсіне бастайды екенсіз. Содан кейін сіздердің беріп жатқан позицияларын енді әрқайсысын сіздер отырып түсіндірмейсіздер ғой. Біз мына жерден осындай болып тұрғаннан кейін шортқа кіріп жатыр, осындай болып тұрғаннан кейін лонгқа кіріп жатыр деп. Оны біз оқып бітіргеннен кейін түсінуіміз керек та. Одан кейін ары қарай рингке позицияға кіргеннен кейін әркімнің өзінің психологиясына байланысты жұмыс істейді уже. Біреу может жүрмейді деп жауап салуы мүмкін, біреу жүреді деп қанағатсызданып пайдасын алмай кетіп шығып кетуі мүмкін, сондай болады. Жалпы негізі Нұрмат мырза, мен сізбен осы сөйлескім келгені, подкаст түсіргім келгені, жарыс барысында көп адамды байқадық та, жаңағындай бірінші орынға шығады, үлкен лотпен, жаңағындай үлкен енді объем үлкен алады, одан кейін оны көтере алмайды депозиттары деген сияқты. Сіздің жарыс барысында жаңағындай табысыңыз андай аз-аздап, аз лотпен, аз-аздап, бірақ та шексіз болғаннан кейін бірінші орынға ақырын шықтыңыздар, постепенно. Негізі трейдинг саласында да сол да. Бұл жерде бұл андай мына жолмен спринтерский забег емес та, бұл жерде как марафон, ұзақ, бұл жерде бір күнде табысқа шығу емес, ұзақ дистанцияда табысқа шығу. Соны мен сіздің позицияларыңыздан қарасам, негізі сондай бір дән бар да. Жаңағындай асықпай, аз-аздап, бірақ та енді былай қарап тұрсаңыз, 2 аптада сіз бірінші орынға шықтыңыз. Содан кейін маған сізбен сөйлесіп, сізді жаңағындай адамдарға таныстырып, студенттарға таныстырып, осындай бізде студент бар, 6-шы поток 1 жыл бұрын оқып кеткенсіз, август айында, 2025-те. Сол осы подкасттан кейін бізде қазір не болады? Конференция болады. Біз оның алдында да жарыс барысында айтқан болатынбыз. Студенттер, бірінші орынға шыққан студенттер өз позицияларын адамдарға көрсетіп, қалай трейд жасағандарын дәлелдеу керек деген сияқты. Сондықтан осы соңғы бір 2 күндік сделкаларымызды қарастырсақ, маған да өзіме де қызық болып тұр, шынымды айтсам. Жаңағындай бір-екі стратегияларыңызды естідік, шет жағасын, бірақ та енді соны өзім графиктан көргім келіп тұр. Хорошо. Негізі адамға істегенде дисциплина керек та. Сразу байып кету деген жоқ та бұл жақта. Любой жерде негізі сразу байып кету деген адамның негізі көп нәрсені құртады да. Содан кейін көбі ұбытық жасайды адамдар негізі. Көбісі жаңағы стресске түсіп, жаңағы ақшасын өзің лудомания болып кетеді ар жағы. Казино қылып жібереді. Казино қылып жібереді. Сондықтан жай-жайдан, бірақ стабильный ақша тауып үйрену керек та. Күнделікті мысалға ең басында $20 басса, мысалға $100 басса, күніне $20 тауып отырса, оның өзі жақсы керемет нәрсе ғой. Одан кейін $40 күндегісіне, одан кейін $50 сөйтіп көтерілетін нәрсе ол. Бірден келе салатын нәрсе емес те. Осыны түсінуге қанша уақыт кетті? Негізі бұл ой негізі мен білем көп адамға бірден келмейді да. Бір определенный моменттен бастап, жаңағындай 1 айдан кейін, бір адамға 2 айдан кейін сізге осындай ой қашан келді? Қанша уақыт керек болды осыған түсіну үшін осыны? 3 ай уақыт кетті ғой. 3 ай бойы неге жаңа убытке жұмыс істедім енді. Сразу бір лотпен аша салып, көп табыс таба салам деген сияқты бірінші анализ істеп аласың, сонымен бір лотпен кіріп көп табыс таба салам деген ой болады, бірақ оны бір лот болғаннан кейін әжептәуір депозит артында тұрады, ол депозит сливать етесің, сөйтесің, біраз уақыт трейдинг істей алмай бетің қайтып, жаңағы көңілің қалып кетеді, жаңағышы настроениең түсіп, жаңағы. Зато күнделікті аз-аздан ақша тапсаң, зато көңіл күйің көтеріліп жүреді, жаңағы табысың бар әйтеуір. Күнделікті жоқ же әйтеуір не істеп, біреу күнде саған 20 мың теңге беріп тұрса күшті ғой, сол сияқты ғой. Мен ана жерде телекарайтел сияқты жүріп жанында өз андай жүргізіп үйре қалғанын жанында былай жүрген қиын екен. Иә деп келіп жатыр маған бері. Жақсы айтып келе жатырсыз, давайте былай жасайық. Ішке қарай өтейік, күнде салқын екен бүгін. Еш жаққа барып кафеге жаңағы кофе алып, берсе одан ары қарай стрим өткізейік. Болды. Былай кетіп қайық артқа, обратно. Былай өтпейміз ба? Давайте былай болса былай. Сол өз YouTube арнасында андай Ару мырза бізде челлендж ұйымдастырып жатыр ғой. Осы инициатор Ару мырзаға рахмет. Ұйымдастырып, қызықты өткізіп жатсыз. Сол үшін де бүгін YouTube'та бізде жүргізіп жүрген Ару мырза. Енді Ару мырзаны танисыздар, алдыңғы подкасттарда біздің ментор, русский потоктың основателі, жетекшісі. Қаншама подкастқа да шығып жүр. Нұрмат мырзамен де жақынырақ танысып жатырмыз. Камерадан да тыс былай да былай сөйлесіп жатырмыз. Жақсы түсірілім болып жатыр деген ойдамыз. Енді көрермендерге ұнайтын шығар. Ала бұйырса енді келесі локацияға көшейік. Негізі Нұрмат мырза, жаңа сделкаға кірер алдында графикта бірінші неге көңіл бөлесіз?
алдын ала бірінші бөлгенге неге графикке қарағанда бірінші дневкінің нелеріне қараймын, таймфреймдеріне. Ол жақта имбаланстарды қараймын, жаңа ликвидтерді қараймын, ордер блогын қараймын. Одан кейін 4 сағатқа көшемін. 4 сағат қалай шортқа қарап тұрма. Одан кейін 1 сағат жай сөйтіп түсе беремін. Енді жаңағы 1 сағаттан уже ары қарай түспеймін уже 1 сағаттан кейінше. Кіші таймфреймдер тек қана жаңағы сонымен позицияма келген кезде қалай келеді деген сияқты немен қараймын. Мысалы 1 сағат ордер блок үлкен болады. Соның ішінде 15 минуттық, 5 минуттық нелерді қараймын да. И жаңағы 1 сағат ликвидтерді қараймын. Зонаны былайша айтқанда қысқартып аласыз ғой. Қысқартамын, жай. Сөйтгенде неге үлкен позицияға жаңа қарастырамын көбінесе. Мысалға үлкен объемды ликвидқа келіп шешсе, ол жоқ қозғалыс жоқ дегенде 30-40 қозғалыс береді, $30 қозғалысын. Ол 30 бір сделкаға сонда эррорыңыз қанша? Бір негізі 1-ге 3, 1-ге 4 сондай қараймын. 1-ге 3, 1-ге 4 сақтаңыз. Иә. Бас стратегияңыз қандай не стратегия қолданасыз негіз көбінесе? Бас стратегия қалай үлкен уақытқа ма? Жалпы күнделікті основной мән беретін нәрселеріңіз подтверждение қалай аласыз деген сияқты. Подтверждение негізі жаңағы ордер блок пен SNR-ден сіздер үйреткен. Сол жақсы жұмыс істейді. Жаңа имбаланстар жақсы жұмыс істейді. Ликвид көбінесе рынок ликвидке жұмыс істейді ғой. Ликвидтен ликвидке қарай жұмыс істейді. Соны қарастырып, одан кейін жаңа волновой анализ шығарып алсаң уже ары қарай жұмыс істеу оңай болады да. Ана жол волновой анализ әдемі шықты негізі байға. Иә. Сол жігіттермен бөліскен болатын тоже группаға. Тауысып естіліп жатқан шығарсыз. Оның алдындағы волновой анализді жіберіп едіңіз ғой маған. Сол волновой анализді жігіттерге жіберіп көрсеткен болатын. Жаңағындай байға 3-ші баллдан аяқталады деген сияқты жерлер, иә. Негізі эмоциямен осы челлендж барысында негізі вообще трейдта эмоциямен қалай күресесіз бізде болады ғой. Стоп ұстайтын кездері болады, тейк профит болатын кездер болады. Сол кезде бізде бір сәл-пәл ішінде қанағатсыздық пайда болуы мүмкін. Сонымен негізі қалай күресесіз? Бір несі бар ма? Әдісі бар ма? Негізі өз атыңыздан да. Жаңа мен естіген бойынша журналинг қолданасыз. Ол өте жақсы көмектеседі. Именно журналинг өте жақсы эмоциямен күресуге, өзің қателерін қайталамауға, жаңағы қателерін қай жерде болып жатқанын соны қағазға түсіру жағынан жақсы. Мен соны естіп қалдым. Тағы да қандай амалдары бар? Енді сіздің тарапыңыздан. Рынокқа қарамауға тырысамын. Жаңағы анализ істеп аламын да алдымен. Жаңағы өзім келетін зонама бір $10-20 алдын ала будильник қойып қоямын. Жаңа сіздер айтқан не бар ғой? Оповещение. Соны қойып қоямын да. Сол жаңа шылдаған кезде бар сотканы алып қараймын рынокқа. Так былай қарамауға тырысамын. Жаңағы сол менің зонамнан егер кірсе жабамын да қайтып жаңа тейкті ары қарай позицияма кіріп, одан кейін тейкті зерттеймін. Тейк жаңағы үстінен тастаған ликвид кейін қоямын бірінші ликвид кейінше. Тейк тарт ликвид қайын қоясыз. Одан кейін астындағы стоп лостарды жаңағы неге қойып қоямын уже. Өзің қозғалысын кеткеннен кейін негізі көбінесе ликвидтен $10 максимум құлайды. Көбінесе рынок қарасаңыздар. Содан кейін $10 стопқа қоямын, ары қарай жабам нені сотканы. Мен түсінген бойынша жаңағындай өзіңіздің сататын жерлеріңізге будильник қоясыз, тек қана сол зоналарға келсе ғана сіз позицияны қарастырасыз, иә? Қалай келе жатқанына қарай. Қалай келе Қалай келе жатқанына жатқанына қарай. Мысалы, импульспен келе жатса тоқтай тұрам пока. Тренд линияны сызып қоямын да. Содан поддержка алып тренд линия жаңағы кіші таймфреймдер бар ғой. Сол бұзылып жатса, онда значит подтверждение беріп жатыр деген сөз. Импульспен келе жатса, ол өтіп кетуі де мүмкін да. Одан эмоциямен кіріп кетпеймін да, мен кеп қалдым деген сияқты. Жақсы, енді рахмет. Мына жерде мен третий лишний сияқты тағы да микрофонға бүйтіп отырмын да. Біз YouTube форматта осы алғашқы рет осындай видеолар қалай болып жатыр, мына формат ұнады ма сіздерге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Инстаграмда бізде iTrade парақшасына міндетті түрде жазылыңыздар, және біздің өзіміздің Ербол Вашев аккаунтымызға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сол қалай болып жатыр сұрақтарыңызға, қандай сұрақтарды келесі жолы қарастырайық, соның бәрін міндетті түрде жазсаңыздар, біз соны келесі подкасттарда қарастыратын боламыз. Енді қазақша аудиторияда қанша уже? Нешінші подкаст, нешінші видео уже? Ала берсе енді осындай видеоларды тағы да көбейткіміз келіп отыр. Давайте Ареке бір нәрсе айтқыңыз келіп отыр. Енді бұндай подкасттарды біз барынша андай полезный болсын деп адамдарға деп түсіріп жатыр. Енді менде бұл жерде соңғы сұрағым Нұрмат мырзаға. Жаңағыдай жаңадан трейдингқа келіп жатқан немесе трейдингпен айналысып жүргендерге бір үш сөз, бір үш кеңес
қандай берер едіңіз? Бір жыл бұрын сіз өзіңізде жаңағындай бастадыңыз осы трейдинг жолыңызды. Сол кезде қайттан оралсаңыз өзіңізге деп айтайықшы, қандай 3 кеңес берер едіңіз? 3 кеңес алдын ала келетін кезде неге трейдингке келетін кезде адам алдын өз-өзіне сұрақ қою керек, мен осыдан шыға аламын ба, осыны до конца аяғына апара аламын ба. Екінші вариант болмау керек адамда негізі ешқашан. Жаңа айтады ғой, аш адамнан шығады любой адамда. Аш адам болса, ол істейді до конца. Уже тоқ болса, ол істемейді да. Так, лудомания болып кетеді ол аяқ жағы. Сол до конца алып бару керек. Любой адамнан шығады негізі рынок. Ол жаңағы менен шықпайды деген ол болмайды. Бәрінен шығады. Тек ұтылмау керек, қарау керек. Берген сіздердің сабақтарыңызды қарау керек. Енді 100% ешқандай стратегия жұмыс істемейді бұяқташ. Соның бәрін зерттеу керек. Просто ненің рыноктың өзін қозғалысымен береді онда. Әр свече өзінің позициясымен береді. Тек қарап рынокты зерттеу керек, білім керек, тек қана білім. Так, бізде подкастымыз аяқталды. Подкастымыз аяқталғаннан Zoom конференциясына шықтық. Нұрмат мырза жаңа позицияларын көрсетті, студенттермен бөлісті, студенттердің сұрақтары болды, өзімізде бітіріп кеткен студенттердің. Сол сұрақтардың барлығына жауап берді. Енді подкаст әдемі шықты деп ойлаймын. Бұндай лайв форматта. Енді арнада болыңыздар, оның алдында да бізде әдемі подкасттар бар. Нұрмат мырзаға рахмет. Осындай подкасттар өзінің анализдерімен бөліскеніне әдемі болды деп ойлаймын. Арнаға тіркеліңіздер, бізбен болыңыздар. Бізде жарыс тоқтаған жоқ. Келесі бізде бір апта бар. Бір аптадан кейін Нұрмат мырза өз орнын сақтап қала ма осы жарыста, челленджда. Соны көретін боламыз. Арнада болыңыздар.